Қайырлы күн достар. Сонымен әлгі 42.500 теңге көлеміндегі мемлекеттік жәрдемақыны кімдер ала алады? Осы сұрақ көп адамдарды мазалап жүргені анық. Мен осы тұста біраз сіздерге түсініктеме беріп кетсем. Еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев мырзаның мәлімдеуінше, әлгі жәрдемақыға жұмыс істейтін азаматтар үміттене алады. Үміттене алады деген мағынада, яғни ала алады деген сөзім. Бірақ алу үшін бірнеше алғышарттары бар. Әлгі азаматтар міндетті түрде олар жаңағы шағын және орта кәсіпте жұмыс істеген азаматтар болу керек. Шағын және орта кәсіп дегеніміз, яғни ИП-лар, ТО-лар адам саны 100 адамнан аспайтын ИП мен ТО-лар сондай. Одан кейін ол адамдар үшін соңғы 12 ай аралығында, яғни соңғы 12 ай аралығы дегеніміз, мысалы бізде төтенше жағдайлар 2020-ның наурыз айында басталса, соңғы 12 ай деп 2019 жылдың сәуір айынан мен 2019-ның сәуір айы мен 2020-ның наурыз айларының арасы соңғы 12 айға жатады. Яғни осы екі аралықта әлгі азамат үшін жұмыс берушісі ең кем дегенде 3 ай көлемінде әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдар төлеу керек. Яғни сондай аударымдар бар болатын болса, одан кейін әлгі азамат үшін оның жұмыс берушісі мемлекетке мына азамат уақытша демалысқа кетті, жалақысы сақталмайтын демалысқа кетті деген өтінім берген жағдайда әлгі азаматтар мемлекеттен жәрдемақы алуға толық құқылы. Әлгі өтінім берілгеннен кейін бірнеше күн қарастырылып, одан кейін барып мемлекет жаңағы әлеуметтік сақтандыру қоры шешім шығарады. Енді жаңағы жалақысы сақталмайтын демалысты сіздер еңбек демалысымен, болмаса жұмыстан толық шығарып жіберумен шатастырмаңыздар, өйткені бұлардың арасы әрқалай. Яғни уақытша осы жағдайға байланысты жұмысы жүрмегендіктен жұмыс берушісі өзінің жұмыскерін белгісіз бір уақытқа жұмыстан босата тұрады. Яғни табыстың жоқтығына байланысты мен жаңағы жалақысы сақталмайтын демалысқа сені жіберем дейді. Одан кейін жағдай қайттан түзелгенде қайтадан жұмысқа ораласың деген ниетпен жіберілетін демалыс. Енді бұл тағы да бір айта кететін дүние, жұмыссыз қалғандар. Жұмыссыз қалғандарға да мемлекет тарапынан көмек бар. Көмек ол да жәрдемақы көлемінде, бірақ оған өтінімді жаңағы жұмыссыз қалған азаматтың өзі барып жұмыспен қамту орталығына, болмаса халыққа қызмет көрсету орталығына өтінім беру керек. Өтінім берген жағдайда 1 ай мен 6 ай аралығында ол азаматтарға бұрынғы алып жүрген жалақысының 40% көлемінде мемлекет жәрдемақы беретін болады. Енді бірінші жәрдемақыға байланысты, 42.500-ге байланысты, ол қалай беріледі? Ол жайында мен YouTube каналымда қосымша нұсқаулық түсіретін боламын. Әлі оны өзіміз әлі жасалған жоқпыз, сондықтан білмейміз. Қалай шығады, қалай жаңағы жәрдемақының өтінімнің формасы бекітіледі. Сол кезде мен бөлек видео түсіретін боламын. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Міндетті түрде ақпараттан кеш қалмайтын боласыз.